Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге SMG Education білім беру жобаларын құрастыру орталығы және де менің есімім Қалиев Берік Рамазанұлы. Сіздермен бірге 26 сұрақтан бастап 35 сұраққа дейінгі тестіміздің соңғы бөлімін шолатын боламыз. Бұл есепте 26 есептен бастайық. Бұл есепте 640 мл 25% ерітіндіге 260 мл таза су мен 100 грамм тұз қосылған пайда болған қоспаның концентрациясын табу керекпіз. Яғни берілгені бойынша бізге 640 мл 25% ерітінді беріледі. Енді осыған мән берейік. Бізде 640 мл, оның құрамында 25% тұз деген сөз. 25% ерітінді дегеніміз 25% тұз. Сонда қалған 75% бұл су деген сөз, дұрыс па? С деп белгілеп қойын. Енді осы ерітіндінің құрамындағы 25%-іміз ол қанша екенін табу үшін 25% дегеніміздің 0,25 екенін білеміз. 0,125-ке тең 25%. 640-тың 0,125-ін немесе 4-тен 1-ін табу үшін 640-ты 4-ке бөлеміз. Өздеріңіз бөліп көрсеңіздер болады, 160 шығады. Дұрыс қой? Яғни 640-тың 160 граммы ол тұз, ал оның құрамындағы суды табу үшін 640-тан 160-ты азайта қоямыз. Сол кезде 480 шығады екен. 75%-ны есептемей деген ғой. Сонда осы ерітіндіге 260 мл таза су құяды. Яғни су бар жерге 480-ге 260 қосылады. Сонда жалпы массамыз тоже 260-ке көбейеді. Сосын 100 грамм тұз қосылады екен. 100 грамм тұз қосылады, ол тұз жаққа қосылады. Сонда біздің жалпы массамыз ол да 100-ге қосылады екен. Сонда барлығы 640-қа 260 қосамыз, 900, 900-ге 100-ді қосақ, 1000 болады. 1000 грамм бұл енді шыққан жалпы масса. Сондықтан бұны 100% ретінде қарастырамыз. Оның құрамында 160 бұған дейін болған еді, сосын 100 грамм тағы да тұзды қостық, барлығы 260 грамм тұзы болады. Бұл қанша пайыз, соны есептеу керек. Осы жерде шыққан пайызымыз бұл біздің жаңа пайда болған ерітіндінің концентрациясы болады. Бұл жерден көруге болады, 1000 егерде 100 болса, 260 бұл X болады. Дұрыс қой? Яғни 1000 ол 100, 260-тың 26 екенін бірден көруге болады. Сонда жауап Д болады. Немесе X-ті табу үшін 260-ты 100-ге көбейтіп, оны 1000-ға бөлеміз. Сол кезде мына 2-0 мен мына 2-0 қысқарады, мына 0 менен мына 10 қысқарады. Сол кезде 26 қалады екен. Жауап Д жауап сонымен. Сонымен құрметті достар, 27-ші есебімізге көшейік. 27-ші есебімізде 50 мл 20% ерітіндіге 150 мл 50% ерітіндіні қосып араластырғанда пайда болатын ерітіндінің концентрациясы анықта дейді. Яғни бізде екі ерітіндіміз бар, сол екі ерітіндіні бір-біріне қосып араластырып жатырмыз. Бірінші ерітінді айтылғандай бізде қанша 50 мл бар, оның 20% екенін көріп отырмыз. 20%, яғни ол 0,2 ғой. Оның бөлшек түріндегі жазылуы ол 5-тен 1. Яғни 50-дің 5-тен 1-і. 50-дің 5-тен 1-і дегеніміз 50-ді 5-ке бөлсек 10, соны 1-ге көбейтеміз, ол да 10 болады. Сонда 50-дің 10 граммы бізде тұз, қалған 40-ы ол су деген сөз. Енді 150 мл екінші ерітіндіміздің концентрациясы 50%, яғни 150 мл жалпы массасы бар ерітіндіміздің 50%, яғни жартысы 75 граммы ол тұз деген сөз, қалған 75-і ол су. Осы екі ерітіндіні қосып араластырамыз. Сонда мына жалпы массасы 50 мл болатын ерітіндіге 150 мл болатын ерітінді қосылған кезде екеуі қосылып бізге 200 мл ерітіндіні береді. Оның құрамында бірінші ерітіндіден 10, екінші ерітіндіден 75 қосылып бізде 85 грамм тұз болады. Сонда 200 дегеніміз ол біздің 100%-іміз, 75 дегеніміз бұл біздің X-іміз. Осы X-іміз бұл біздің пайда болған ерітіндінің концентрациясына тең болады. Сондықтан X-ті табу үшін 75 пенен 100-ді көбейтеміз, сосын оны 85 пенен 100-ді көбейтеміз, кешіріңіздер. Сосын оны 200-ге бөлеміз. Сонда мына 2-0 менен 2-0 қысқарады. 85-ті 2-ге бөлсек, 42,5 шығады.
Жауабымыз С болады екен. Келесі есеп 28-ші есеп. 28-ші есепте бізге не берілген? -8 жақшаның ішінде, сосын барып 8 алынған 5 тұр. Мына жерде жақшаның сыртында -2 көбейтіліп тұр. Үлестірімділік қасиетті пайдаланып жақшаларды ашамыз. Бірінші минус таңба мына 8-ге көбейтілген кезде -8 болады. Мына минус таңба -5-ға көбейтілгенде минус пенен минус плюсты беріп плюс 5 болады. Қосылған 12 деп жазамыз. Тең. Енді мына -2-міз 8-ге көбейтіліп тұр. 8-дің таңбасы плюс. Мына минус пен 8-дің плюсы бізге минусты береді. 2 менен 8 16-ны береді. Енді -2 мен -5 көбейтіледі. Мына минус пен мына минус бізге плюс таңбасын берсе, 2 менен 5 10-ды береді, қасына п-ны жазамыз. Сонда сол жақта не болып жатыр бізде? -8 қосылған 12. Рационал сандардың ережесін пайдалана отырып, біздер -8 қосылған 12-нің 4 екендігін білеміз. 4 қосылған 5p бұл сол жағында қалады. Тең болады -16 плюс 10p-ға еш нәрсе жасай алмаймыз, себебі мынау сан, мынау әріпті өрнек. Сонда 5p-ны біздер сол жақта қалдырамыз. Мына плюс 10p-мыз оң жақтағы мына жаққа көшкен кезде минус 10p болады екен. Тең белгісін қойып, оң жақтағы минус 16-ны көшіріп жазамыз. Сосын мына жердегі сол жақтағы 4 санымыз, оның таңбасы плюс, естеріңізге сала кетейін, оң жаққа көшкен кезде минус 4 болып барады екен. Енді 5p-дан 10p-ны азайтсақ, минус 5p болады. Тең белгісін жазамыз. Минус 16 минус 4 бізге минус 20-ны береді. Енді p-ны табу үшін тек қана минус 20-ны минус 5-ке бөлу ғана қалды. Минус пенен минус жойылады, 20-ны 5-ке бөлсек 4 деген жауап шығады. Теңдеуді шеш, яғни p-ның мәнін тап деген сөз. P-ны таптық, жауабы 4-ке тең. Бұл А жауап. Құрметті достар, бұл жерде өте қатты мән беру керек таңбаға. Егер де таңбаны қателесетін болсаңыз, сізде минус 4 шықса, минус 4 деген жауап барды деген. Бірақ ол дұрыс емес. Сондықтан таңбаға мән беріп, дұрыс жауапты таңдайық. Келесі есебіміз бұған дейін шығарған секілді ортақ бөлімге келтіретін есебіміз. Бөлімдеріне бірінші мән берейік. Бөлімдері бізде 5 және де 15 сандары. 5 және 15 сандарының бөлімде ортақ бөліміне келтіретін болсақ, 15 болады. Енді, яғни әрбір элементті біздер минус 3 жақшаның ішінде 4 қосылған x бөлінген 5 элементін және де алынған x минус 6 бөлінген 15 элементін және де теңнен кейін тұрған минус 8 элементін біздер ортақ бөліміне, яғни 15-ке көбейту керекпіз. 15-ке көбейтеміз, 15-ке көбейтеміз, 15-ке көбейтеміз. Сонда 15 пенен 5 сандары қысқарады. 15-ті 5-ке бөлсек 3. 15 пенен 15 сандары қысқарады, мына жерде 1 қалады. 15 пенен 8 ешқандай қысқармайды. Себебі екеуі көбейтіліп тұр. Енді көбейтулерді орындайық. Мына 3 ең бірінші мына минус 3-ке көбейтіледі. 3-ті минус 3-ке көбейтетін болсақ, минус 9 жақшаның ішінде 4 қосылған x тұр. Тең болады. Минус 1 көбейтілген x алынған 6 жақшаның ішінде тең болады. 15-ті 8-ге көбейтсек, минус 120 шығады. Неге минус? Себебі минус 8-ге көбейтіп жатырмыз. Енді үлестірімділік қасиетті пайдалана отырып, минус 9-ды 4-ке көбейтеміз. Минус 36. Минус 9-ды плюс x-ке көбейтеміз. Минус 9x. Себебі минус пен плюс бізге мына минусты береді. Сосын минус 1-ді x-ке көбейтсек, минус x. Минус 1-ді минус 6-ға көбейтсек, плюс 6. Тең минус 120-ға жазып қоямыз. Енді x-тарды бір бөлек, сандарды бір бөлек жинақтайық. Минус 9x минус x бізге минус 10x-ті берсе, мына минус 36 менен плюс 6 сандары бізге минус 30-ды береді. Тең болады минус 120-ға деп жазамыз. Сонда минус 10x-ті бір жағында қалдырып, тең белгісінен кейінгі минус 120-ны көшіріп жазамыз. Сонда мына минус 30-ымыз оң жаққа қарай плюс 30 болып шығады екен. Сонда минус 120 плюс 30 бізге минус 90-ды береді ғой. X-ті табу үшін
-90 санын -10 санына бөлеміз. Сонда минус пенен минус таңбалары қысқарып, 90-ды 10-ға бөлген кезде жауабы 9 болады. Сонда жауабымыз Д жауап. Бұл жерде тағы да бір байқап кететін -9 деген жауап бар, 0,9 деген де жауап бар. Сондықтан өте мұқият болып, таңбаларына бөліну ретіне барлығына мән беріп, көңіл аудару керекпіз. Келесі 30-шы есебіміз. Үлкен шеңбердің радиусы 2-нің кубы сантиметр, кіші шеңбердің радиусы үлкен шеңбердің радиусынан 5 сантиметрге кіші. Боялған бөліктің ауданының ширегін табыңыз дейді. Бірінші мән беретін жағдай 2-нің кубы тұр. 2-нің кубы дегеніміз бұл 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейт деген сөз. 2-ні көбейтеміз 2-ке, көбейтеміз 2-ке. 2-ні 2-ке көбейтсек 4, 4-ті 2-ке көбейтсек 8. Сонда үлкен шеңбердің мына центрінен бастап үлкен шеңбердің радиусы сонда бұл 8 сантиметр деген сөз. Ал кіші шеңбердің радиусы үлкен шеңбердің радиусынан, яғни осы 8 сантиметрден 5 сантиметрге кіші, яғни оның радиусы, кіші шеңбердің радиусы, бұл 5-ті алып тастаған кезде, кешіріңіздер, 3 сантиметр деген сөз. Боялған бөліктің ауданы. Боялған бөлікке мән беретін болсақ, мына қызыл менен боялып тұр. Осы бөліктің ауданын табу үшін біздер үлкен шеңберден ортасын кесіп алып тастаған сияқтымыз. Сондықтан үлкен шеңбердің ауданынан ортасындағы кіші шеңбердің ауданын азайтып тастасақ жетіп жатыр. Сонда біздерде ауданның формуласы бойынша S дегеніміз πr квадрат қой. Яғни үлкеннің ауданын табу үшін үлкеннің радиусын қоямыз, кішісінің ауданын табу үшін кішісінің радиусын қоямыз. Сонда боялған бөліктің ауданын табу үшін SBB дейік. Боялған бөліктің ауданы бұл үлкен шеңбердің ауданынан азайту кіші шеңбердің ауданын. Пи екі жақта да өзгермейді. Пидің мәні 3,14, ол қала береді. Сондықтан үлкен шеңбердің ауданы ол мына 8-ді R-дің орнына қойған кезде 8-дің квадраты ол 64 болады. Үлкен шеңбердің ауданы бұл 64 пиге тең. Пиді әлі жазбайық, тұра тұрайық. Енді кіші шеңбердің ауданын табу үшін 3 сантиметрлік радиусты R-дің орнына қоямыз мына жерге. Сол кезде 3-дің квадраты 9-ды береді. 3-ті 3-ке көбейтсек 9 пи. Сонда азайту керек екенбіз біздер осы үлкен шеңбердің ауданынан 9 пиді. Сонда кіші шеңбердің ауданын 9 пи, яғни боялған бөліктің ауданын табу үшін біздер 64 пиден азайтамыз 9 пиді. 64 пиден 9 пиді алсақ 55 пи қалады. Яғни 55 пи дегеніміз бұл 55 көбейтілген 3,14 деген сөз. Бұны есептемей тұра тұрайық, себебі бізде сұралып отырған нәрсе боялған бөліктің ауданының ширегін, яғни ширек деген сөзге мән берейік. Ширек дегеніміз ол 4-тен 1. Мысалға 2-ден 1 дегеніміз бұл жартысы деген сөз ғой. Ширек дегеніміз ол 4-тен 1 бөлігі деген сөз. Яғни боялған бөліктің ауданын таптық, оны 4-ке бөлсек жетіп жатыр. Ширегін табу үшін 55-ті 3,14-ке көбейтіп 4-ке бөлу керекпіз, болды. Осы жерде үтірді 2 рет жылжытамыз, үтірді алып тастаймыз, астына 2-0 тіркейміз. Енді 400 бенен 55 сандарын 5-ке қысқартайық. Сол кезде 55-ті 5-ке бөлсек 11, 400-ді 5-ке бөлсек 40-тан аламыз, 8 болады. Қасынан 0-ды тіркейміз, 80 болады. 314 саны менен 80 сандарын нешеге қысқартсақ болады? 2-ге қысқартайық бірінші. 2-ге қысқартсақ 3-тен аламыз, 1 болады. 11 қалдық қалады. 1 қалдық қалады, 11 болады мына 1 менен. Ол жерде 5 болады. Сосын 1 тағы да қалдық қалады. Ол мына 4 пен 14-ті береді. 14-ті 2-ке бөлсек 7, 157. Сонда астында 40 қалады екен. Сонда 11 менен 157-ні көбейтейік. Себебі бұл жерде қысқармайтындығы көрініп тұр. 11 менен 157-ні көбейткен оңай, дұрыс па? 11 мен 157-ні көбейту үшін 157-ге 157-ні басқаша қосамыз осылай. 157-ні осылай қосып салсақ жетіп жатыр. 7-ні түсіреміз. 7 мен 5-ті қоссақ 12, 2-сін жазамын, 1 ойда. 5 пен 1-ді қоссақ 6, 1 ойдағысымен 7. 1-ді түсірем.
1727 санын енді 40-қа бөлу керекпіз екен. 40-қа бөлетін кезде 172-ден алам, 4-тен беретінімді біліп тұрмын. Сол кезде 4-ті 40-қа көбейтсек 160. 172-ден 160-ты азайтамыз. 172 санынан 160 санын азайтатын болсақ, қалай болады? 12 сан шығады, дұрыс қой? 12 саны шығады екен. Оның қасына 7 санын түсіріп, енді 127 40-қа бөлген кезде 3-тен береміз. 43 бүтін болады. 3-ті 40-қа көбейтсек 120. Сосын 7 қалдық қалады. Енді 43-ке басталатын жауап бар ма екен? Соны қарап көрейік. Жауаптардың ішінде 43-ке басталатын жауап бар. Сондықтан көп оны есептеудің қажеті жоқ. Бізге максимум түрде уақытты үнемдеу керек. Сондықтан С жауабын белгілей берсек, өзімізге сенімді болсақ, өте дұрыс болады. Келесі 31-ші есеміз. Арман аға жұмысына 1 сағат қалғанда үйінен шығады. Егер ол 40 км/сағат жылдамдықпен жүрсе, 15 минутқа кешігеді. Кешікпеу үшін Арман аға қандай жылдамдықпен жүру қажет деген сұрақ берілген. Яғни бұл жерден көріп отырмыз, егер де ол 40 км/сағат жылдамдықпен жүрсе, 15 минутқа кешігеді екен. 1 сағат қалғанда шығады еще. Бұл жерден нені байқауға болады? Ол сонда жұмысына дейін 1 сағат 15 минут бойы жүріп отырған 40 км/сағат жылдамдықпен. 1 сағат 15 минут бұл біздің уақытымыз. Жылдамдығымыз біздің 40 км/сағатына. 15 минут дегеніміз 1 сағатта 60 минут бар. 60 минуттың жартысы 30 минут, 30 минуттың жартысы 15 минут. Сонда 15 минут дегеніміз ол 1 сағаттың 4-тен 1 бөлігі дегеніміз. Сонда 4-тен 1 дегеніміз бұл ондық бөлшектерінде 100-25 қой. 1 сағат 15 минут болғандықтан ол 1/125 сағат деген мағына. Яғни бізде Т бар, 1/125 сағат. Жылдамдығымыз бар 40 км/сағатына. Яғни S-ті таба аламыз. S-ті табу үшін V менен Т-ны көбейту керек. Дұрыс қой? Яғни V мен Т-ны көбейтетін болсақ, 40-ты көбейту керек біз 1/125-ке. 40-ты 1/125-ке көбейтсек, 50 шығады. Немесе сіздерге көрсетіп өтейін, 1/125 көбейтілген 40. 0-ны осылай жазамын. 0-ды 1-ден жаза қоямыз. 4-ті 5-ке көбейтсек, 20. 0-ны жазам 2 ойда. 4-ті 2-ке көбейтсек, 8. 2 ойдағымен 10. 1 ойда 0-ны жазам. 4-ті 1-ге көбейтсек, 4. 1 ойдағысымен 50. 5. Енді үтірден кейін бізде 2 сан тұр, яғни жауабында да 2 саннан кейін үтірді қоямыз. 1, 2. Үтірді мына жерге қойсақ, 50,00 ол бізде 50 кетен. Шынымен де 50 км екен. Яғни 1 сағат қалған кезде шығып кешікпеу үшін 50 км қашықтық қандай? Әрине 50 км/сағат жылдамдықпен жүру керек. Дұрыс қой? 50 км жол. 50 км жерді 1 сағатта үлгеру үшін 50 км сағатына жүріп отыру керек. Сондықтан жауап Б болады. Құрметті достар, келесі есебіміз периодты ондық бөлшектерге байланысты есеп екен. Соған мән берейік. 2,3 6 периодта деп оқылады. Бірінші өрнегіміз. Екінші өрнегіміз 0,3 периодта деп оқылады екен. Енді 2,3 6 периодта деген сөзді қалай түсінуге болады? 2,3 және де 6 периодта. Сіздер білетініміздей, мектепте үйренген шығарсыздар. Периодтың ішінде, жақшаның ішінде бізде бір цифр тұр, сондықтан бөліміне 9-ды береміз. Үтірменен жақшаның ортасында бір цифр тұр, сондықтан 0-ды береміз. Яғни бөлімінде 90 болады. Бөліммен бітірдік. Мына жерде бізде 2 бүтін деп тұр ғой, сондықтан бөлшектің алдына 2 бүтінді қоя қоямыз. Үстінде үтірден кейінгі барлық сан 36-дан азайтылады. Үтірменен жақшаның ортасындағы 3 саны. Сонда 2,90-нан 33 деген шығады екен. Ал 0,3-ті қарайтын болсақ, 0,3 периодта дегенді. Бұл жақшаның ішінде бір сан болғандықтан 9 беріледі. Жақша менен үтірдің ортасында цифра жоқ. Сондықтан бізге
ешқандай 0 берілмейді. Бөлімі бітті деген сөз. Үстінде үтірден кейінгі 3 жазылады. 3-тен азайтылу керек. Үтірменен жақшаның ортасындағы сан. Бірақ бізде жоқ болғандықтан 3 қала береді. 9-дан 3 болып тұра береді. Енді біздер 2,90-дан 33-тен 9-дан 3-ті азайту керекпіз. 9-дан 3 дегенді бірінші бөлшектің бөліміне келтіріп 90-нан 30 десек болады. Алымы мен бөлімін 10-ға көбейтеміз. Енді осы екеуін азайтайық. 2,90-нан 33 азайтылған 90-нан 30. Сонда екінші бөлшектің бүтін саны жоқ. 2 бүтіннен 2 бүтін қала береді. 90 болып тұрғандықтан ортақ бөлімі 90 болып қалады. 33-тен 30-ды азайтатын болсақ 3 болады. Сонда 2,90-нан 3 немесе 2,30-дан 1 болады. Құрметті достар, бұл жерде біздер азайтуды орындаған екенбіз. Кешірім сұраймын. 2,90-нан 33 санына біздер 90-нан 30 санын қосу керекпіз. Мына жердегі қосуыны көрдіңіздер ме? Менің өзім жаңылып жатырмын, бірақ сіздер бұл жерде плюсті байқау керексіздер. 2,90-нан 33-ке 90-нан 30-ды қосқан кезде 2 бүтін қалады. 90 болып тағы да қалады да 33-ке 30-ды қоссақ 63 саны шығады. Енді 2 бүтін орнында қалады. 90 менен 63 сандарын 7-ге қысқартсақ болады. 9-ға қысқартсақ болады. 63-ті 9-ға бөлсек 7 болады. 90-ды 9-ға бөлсек 10 болады. Сонда 2 бүтін 10-нан 7 немесе үтірменен 2 бүтін 10-нан 7 деп жазамыз. Жауап С жауабы. Келесі есебіміз. Негізінде периодтық ондық бөлшектерді түсінген болсаңыздар, бұл есеп мейлінше логикаға берілген есеп, сондықтан осы есепті логикалық түрде шығаруға тырысайық. 450-ден 197 берілген. Біздер білеміз, периодтық ондық бөлшектер болған кезде бізде бөлімінде 9 және 0 цифрлары қатар жүреді. Сондықтан 450 дегеніміз бізге периодты бөлшек жасауға ыңғайсыз. Сондықтан 450-ден 900 жасай алатынымызды мен көріп тұрмын. Не істейміз? 2-ге көбейтеміз, алымын да 2-ге көбейтеміз. Сонда 450-дің орнына 900 болады. 197 екен, кешіріңіздер. 197-ні 2-ге көбейтетін болсақ, 394 болады. Дұрыс қой. 197-ні 2-ге көбейтсек, 394 болады. Яғни 900-ден 394. Бұл дұрыс бөлшек. Яғни бүтінні 0-ге тең деген сөз. 0 бүтін астындағы 9-ға мән беретін болсақ, бір ғана 9 тұр, сондықтан жақшаның ішінде периоды бір ғана сан болады деген сөз. Мына жерде 2 0-ді көріп, үтір менен жақшаның ортасында 2 сан тұрады деген сөз. Енді ойланамыз. Мына жерде шығатын 3 таңбалы саннан, мына үтір менен жақшаның ортасындағы 2 таңбалы санды азайтқан кезде 394 шығу керек. Бұл қай жауап болады? Қандай саннан 2 таңбалы санды азайтқан кезде 394 саны шығады? Яғни бұл міндетті түрде 4 деген санға басталу керек. Дұрыс па? Дұрыс. Бұл жауапқа сәйкес келетін С өрнегі. С өрнегін С нұсқасын тексеріп көрейік. 437 бұл бізде үтірден кейінгі тұрған цифрлар. Осы саннан үтір менен жақшаның ортасындағы 43-ті азайтып көрейік. 7-ден 3-ті азайтатын болсақ 4, 3-тен 4 алынбайды, 13-тен 4 азайтамыз 9. Мына жерде 4-тен 1-ді алған едік, сондықтан мына жаққа 3 түседі. 394. Шықты ма? Шықты. Өте керемет. Сонда 0,100-ден 43 және де 7 периодта бұл біздің есебіміздің жауабы болады екен. Негізінде логикаға салсақ, өте оңай есеп. Көрдіңіздер ғой. Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Келесі 34-ші есебімізге көшейік. Саят 10 есеп шығарып, үй жұмысының 40%-ын орындады. Тағы үй жұмысының 8 есебін сабақта орындап тастады. Үй жұмысының қанша пайызы әлі де орындалмады деген сұрақ беріліп отыр екен. Яғни бірінші сөйлемнен-ақ көп нәрсені түсінуге болады. Саят 10 есеп шығарып, үй жұмысының 40%-ын орындады дейді. Яғни 10 есеп ол үй жұмысының 40%. Үй жұмысына қанша есеп берілгендігі белгісіз, X деп алайық. Соның 40%, яғни 0,4-і бұл біздің 10 есебіміз екен.
X-ті табу үшін 10-ды біздер 0,4-ке бөлеміз. Немесе екеуін де 10-ға көбейтіп жіберсек, 10-ды 10-ға 100 болады, 0,4-ті 10-ға 4 болады. 100-ді 4-ке бөлсек 25. Яғни үй жұмысына 25 есеп берілген. Ол 10 есепті шығарып тастады. Яғни бізде 15 есеп қалды. Тағы үй жұмысының 8 есебін сабақта орындап тастады. 15-тен 8 азайтсақ, бізде 7 есеп қалады. Дұрыс қой. 7 есеп қалды. Барлығы берілгені 25 есеп. Сондықтан 25 есеп барлығы берілгені, сондықтан оны 100% ретінде аламыз. 7 есебі әлі орындалмады. Сондықтан оның пайыздық өлшемін табу керекпіз. Бұны біздер бір Y деп алайық. 25 деген 100, 7 деген ол Y. Y-ті табу үшін 7-ні көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 25-ке. Сонда 100 менен 25 сандары қысқарады. Үстінде 4 болады. Себебі 100-ді 25-ке бөлсек 4. 7 менен 4-ті көбейтетін болсақ, 28%. Жауабы 28%. Б жауабынан көріп отырмыз. Өте керемет. Құрметті достар, келесі 35-ші соңғы есебіміз біздің көп сатылы өрнектерді шығаруға байланысты есеп екен. Бұл есептерді шығаруды білеміз біздер. Өте оңай есептер. Бірден қарап шығайық. Бұл есепте қай жерден бастаймыз? Әрине дұрыс. 3-тен 5-тен 1-ді азайтудан бастаймыз. Дұрыс қой. Ең бірінші амал 3-тен 5-тен азайту 1-ді. 3-тен 5 дегеніміз бұл 1,3-тен 2 болғандықтан 1-ді азайтсақ 3-тен 2 қалады. Дұрыс қой. Яғни мына жерді орындаймыз енді. 2 деген санды 3-тен 2-ге бөлеміз. Құрметті достар, мынаған мән беріңіздер. 2-ні 3-тен 2-ге бөлетін кезде мына астындағы бөлімі 2-нің қасына көбейту болып барады. Сонда 3-ті 2-ге көбейтеміз, үстінде 6, оны 2-ге бөлсек, 6-ны 2-ге бөлсек 3 болады. Сонда осы жердің барлығы бізде 3-ке тең деген сөз. Енді мына 5 санынан осы жерде шыққан 3-ті азайтамыз. Неше болады? 2 әрине. Енді 2 санына 7 бөлінген 2 дегенді қосу керекпіз. Үшінші амалымыз 2 қосылған 7 бөлінген 2. 2 орында қала берсін. 2-ден 7 дегеніміз бұл біздің 3,2-ден 1. 2-ге 3,2-ден 1-ді қосатын болсақ, 5,2-ден 1. Немесе бұрыс бөлшек айналдырайық, себебі бұл жерде бұрыс бөлшекпен жұмыс жасаған өте тиімдірек. 2-ден 11 болады. 2-ден 11, сонда мына жердің барлығында, яғни негізгі бөлімінде шығып тұр. Дұрыс қой. Алымына мән берейік. 5-тен 9 санына 7 қосылып тұр. Бұны 4-ші амал болып орындайық. Бізде бөлімінде 2-ден 11 болғанын ұмытпайық бірақ. 5-тен 9 санына 7-ні қосамыз. Сол кезде 5-тен 9-дың өзі ол 1,5-тен 4. Оған 7-ні қоссақ 8,5-тен 4. Немесе 5-тен 44. 8-ді 5-ке көбейтсек 40, 40-қа 4 қоссақ 44. Дұрыс қой? Дұрыс. Яғни алымында шыққан 5-тен 44 санын бөлеміз нешеге? 2-ден 11-ге. Бөлеміз 2-ден 11 санына. Дұрыс қой? Бұл 5-ші амал. Сонда бірінші бөлшек 5-тен 44 қалады. Оны көбейту керекпіз. Бөлуді көбейтуге алмастырсақ, екінші бөлшек орындармен алмасады. Алым мен бөлімі. 11-ден 2 болады екен. Енді өте оңай болады, қарайық. 44 және 11 сандары қысқарады. 44-ті 11-ге бөлсек 4. 4 пенен 2-ні көбейтсек 8. Астында бөлімінде 5 шығады екен. 8-ді 5-ке бөлсек 1,5-тен 3. Дұрыс қой. Сонда 5-тен 3 санынан 1,5-тен 3 санын азайтамыз. 5-тен 3 дегеніміз бұл біздің 6-шы амалымыз болсын. 5-тен 3-ті 10-дық бөлшектерінде 0,6 деп жазайық. 1,5-тен 3-ті 1,6 деп жазайық. Сонда ортасында азайту белгісі тұр. 0,6-дан 1,6-ны азайтатын болсақ, минус 1 шығады. Себебі үлкен саннан кіші сан азайтылады, үлкен сан таңбасы қойылады, минус 1. Бұндай жауап бізде бар. Жауабы А болады.
Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Келесі видеоларда көріскенше сау саламатта болыңыздар.